Сирен басты. Ерлан мен Дина демалыс күні серуендеп орманға қонуға барамыз деп жоспарлаған болатын. Олар өздерінің күні күшті болады деп ойлады, бірақ та олар не болатынын білген жоқ. Дина орманнан біртүрлі нәрселерді сезіне бастады. Дауыстарды және қимылдарды. Дина бір кезде бір дыбыс естіді. Ол қорқып кетті. Және де оны Ерлан да естіген болатын. Ол ағашқа ұқсайтын еді. Ерлан да оны көріп қорқып кетті. Бірақ олар бұл сәйкестік болар деп ойлап кетті. Бірақ екеуінің үрейі болды. Сонда да үрейін жеңу үшін ештеңені ойлаған жоқ. Кешке таман ұйқыға жатады. Және де олар от жағып қойған болатын. Палатка құрады. Сөйтіп, палатканың есігін жауып, ішіне кіріп ұйықтап жатады. Дина ұйықтап жатқанда бір қатты дыбысты естіп, қорқып оянып кетеді. Және де олар не екенін білмейді. Палатканың есігін ашып қараған кездерінде палатканың сыртында, орманда ештеңені байқамайды, яғни ештеңені көрмейді. Олар палатканың ішінде тығылып отырады. Сол кезде оларға сирен басты келе жатқан болатын. Оның дыбысы өте қатты, әрі дауысы жаман болды. Сирен басты Машаның аяғынан алып кетті. Маша шыңғырып кетті. Және де Ерлан да қорқып кетті. Ол фонарды жаққанда біртүрлі бір ағаштарды көрген болатын. Және де соның ішінен ол сирен бастыны көрді. Ол қорқып кетті. Ол Ерланды да ұстап алды. Ерлан қорқып шыңғырды. Және де сирен басты өте ұзын, оларды жемекші болады. Аударып дыбыстаған Аққу. Егер де анимация ұнаса, лайк басып тіркеліп, және де комментарияға қандай анимация аударатынында жазып кетіңіздер.